Сәлем баршаға. Астанада осындай керемет орман қай жерде орналасқанын білесіздер ма? Білмесеңдер, мен осы видеода толық айтып көрсетіп беремін. Қай жерге бару керек, қандай автобустар барады екенін. Бұл жер деген Қорғалжынский шоссе дейді ғой, сол жерде орналасқан екен. Астананың шетінде орналасқан. Бұл жерге 3-4 автобус барады. 45, 36 және де басқа автобустар барады. Остановкасы АЗС Тайм деген. Бізде де машин жоқ, автобуспен келдік, 45-ші автобуспен келіп, остановкадан түсіп, жолдан былай өттік. Жолдан өтсеңіздер, өзі жолдың бойында көрініп тұрады орман ар жағы, қасында көп ақ машиндер тұрады. Сол машиннен белгілі болады. Сол машинге қарай біз жүріп келіп, ішіне кірдік, көп машиндер тұр. Бұл орманда өзінің шетінде биотуалеттер бар екен. Биотуалеті бар, қасында мусорный ящиктері бар. Міне кірсеңде керемет үлкен орман, күшті таза ауа, кіргеннен байқалады, ауасы басқаша таза ауа екен. Мәшін өздеріңіз мәшін болса, азана кешке дейін жүріп кетуге болады. Таза ауада біздер жейтін тамақтарымызды, ішетін суларымызды бәрін өзімізге бірге алып бардық. Бұл жерге келсеңізде балдарға площадка де бар екен, ойнайтын. Осында ағаштан домиктер жасап қойған. Сосын велик алып айдауға болады. Жалға великтерді алып айдауға болады екен. Және де жолдың бойында қарбыз, қауын алып сол жерге апарып жеймін десеңіздер, қауын, қарбыз жолда сатады екен. Бірақ пышақ, қасық, вилка дегенде өздеріңізден ала барасыздар. Міне күшті, үлкен биік ағаштар, ормандар, және мына жерде смородина дейді ғой, сондай көп өседі екен. Мына жерде адамдар, апалар көп смородина шелектерімен теріп жүр. Осында орманның ортасына кіріп отыруға болады, жайып, алаша жайып. Или осында домиктер, ағаштан домиктер жасап қойған. Сол домиктерге кіріп, біздер өзіміз апарғанымызды жайып, жасап отырып, ішіп отырдық. Біз кешке жақын бардық. 1,5 сағат, 2 сағаттай отырып, біз тез қайтып кеттік, автобусқа үлгерейік деп. Керемет екен ауасы, гүл теруге болады, түрлі көбелектер, ормандар, мынандай жүруге болады. Мәшін болса, азана кешке дейін келіп, демалып, отырып қайтуға болады. Остановкасы АЗС Тайм дейді, сол жерден түсесіздер. Және де бұл жерге күшті фотоға түсіп, видеоға түсіп алсаңыз да болады. Және де күзде келіп, күшті фотолар түсіп алуға болады. Күзде бәрі ағаштар сап-сары жапырақтарымен зор әдемі көрініс болады екен. Шашып, көк туым көгімде желбіреп асып, бәйтерек алып бір ертегі сынды, бақ берсін.